Бұл бейнеде біз Canva платформасындағы үлгілерді жылдам іздеу және теңшеуді қарастырамыз. Canva үлгілері бұл алдын ала дайындалған дизайндар. Үлгілер уақытты үнемдейді және шығармашылық процесін жылдамдатады. Canva'да мыңдаған үлгілер бар. Сондықтан сіз кез келген тақырыпқа және мақсатқа сәйкес үлгі таба аласыз. Canva'ның басты бетіне кіріп, сол жақтағы бүйірлік тақтада үлгілер бөлімін таңдаймыз, немесе жоғарыда іздеу жолағында қажетті тақырыпты тереміз. Мысалы, бізге зертхана ережелері тақырыбына материал керек, презентация керек. Іздеу нәтижелерінде осы тақырыпқа келетін үлгілердің тізімі көрсетіледі. Бұл жерде әртүрлі форматтарда берілген үлгілерді көре аламыз. Іздеу нәтижелерін нақтылау үшін Canva ұсынатын фильтрлерді пайдалансақ болады. All фильтрсті басамыз, сол жақта білім таңдаймыз. Осы жерде сынып, тақырып, ресурс түрі бойынша ұйымдастырылған үлгілерді көруге болады. Немесе осы санат деген батырманы басып, бұл жерде де тура сондай фильтрлар шығады. Ресурс түрі бойынша іздейік. Бізге мысалы презентация керек. Презентация, ережелер, қараймыз, енді мынаны таңдайық. Мына ашылған терезеден біз таңдаған үлгінің құрамын көре аламыз. Осыны қарап шығайық. Оң жақтағы жұлдызшаны бассақ, бұл үлгіні біз өзіміздің таңдаулы папкаға сақтай аламыз. Немесе мына үш нүктені бассақ, біз үлгімен бөлісуге болады, мысалы әріптестермен немесе оқушылармен. Бізге осы үлгі келеді дейік, онда осы үлгіні теңшеңіз дегенді басамыз. Осы үлгіні біз қазақ тіліне аударайық. Өлшемін өзгерту және Magic ауысуды басамыз. Және мына жерден қазақ тілін таңдаймыз. Міне презентация шықты. Қазақ тілінде өзімізге керек өзгерістерді енгіземіз. Мына жерге мәтін енгізу үшін біз мына Т әрпін басамыз. Сол жақтағы бұл жерде мәтін әртүрлі және стильдері шығады. Осы үлгінің мысалы фонын ауыстырғымыз келсе, онда фонға басып, мына жерде түстерді өзгертуге болады. Оң жақта міне құжат түстерінің бәрін көрсетеді. Осының ішінен таңдаңыз, немесе төмен жақта бірыңғай түстерден таңдауға болады. Төмендегі бәрін өзгерту деген басамыз. Canva сізге әртүрлі түс схемаларын ұсынады. Оларды бір рет басу арқылы үлгіде қолдануға болады. Түс схемаларды біз мына жерде сол жақтағы батырмада дизайнды басып, стильдерде таба аламыз. Мына ортасындағы белгіге бассаңыз, онда мына түстер араласады, өзіңізге лайықтысын таңдаңыз. Үлгіде қолданылған суреттерді өз суреттеріңізбен ауыстыру үшін жүктеулер бөлімінен суреттерді жүктеңіз, немесе Canva'дағы суреттерден таңдауға болады. Ол үшін элементтерді басамыз. Мына сурет орнына басқа сурет іздейік. Мысалы, мұғалім деп бәрін көру. Мысалы, осы суретті алайық. Оның орнын ауыстырып, және өлшемді ауыстыруға болады. Енді мына элементті өзгертсек, оның орнына басқа элемент іздейік. Мысалы, қозғалатын бір элемент. Мынаны таңдайық. Мына элементті таңдадық, бірақ та ол орналастырсақ, ол мына суретті жауып тастады. Енді оны өзгерту үшін мына позицияға кіреміз және ретке келтіруден мұны артқа жылжытамыз. Бұның артқа жылжыту тағы да бір
амалы ол мына қабаттарға басу. Қабаттарға басып, мысалы мына қабаттардың орнын өзгертеміз. Үлгіге қосымша визуалды әсерлерді қосу арқылы оны ерекшелендіруге болады. Мысалы мәтінге көлеңке, жарқыл немесе басқа да арнайы эффектілерді қолданып көріңіз. Ол үшін мына әсерлерге басамыз және осыдан таңдауға болады. Мысалы мына немесе мына контур. Осы парақтағы мәтінге анимация қосайық. Ол үшін анимацияны басамыз және мына берілген опциялардың біреуін таңдасақ болады. Үлгіні өзгерткеннен кейін презентацияны сақтау үшін файлға кіріп сақтау батырмасын басамыз. Canva жобаларды автоматты түрде сақтайды, бірақ сіз өзіңізде сақтай аласыз. Үлгіні өзгертіп болған соң, оны әртүрлі форматта жүктеуге болады. Мысалы, жүктеп алуды басамыз. Мына жерден өзімізге керекті форматты таңдаймыз. Осы бейнеде біз үлгілерді іздеуді және теңшеуді қарастырдық. Canva үлгілерінің барлық мүмкіндіктерін қолданып көріңіз және оларды шығармашылық жобаңызда қолданыңыз.